Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге үй жағдайында гамбургер жасап көрсетемін. Өте қарапайым заттардан, өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар, сіздерге толық түсіндірмесімен айтатын боламын. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға жылы сүтімізді және де 2 ас қасық болатын қантымызды саламыз. Және де 1 ас қасық болатындай шамамен 10 грамм ашытқы қосамыз. Кішкене ғана тұзымызды қосып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Осылай көпіршітіп, міндетті түрде ашытқыңыз балғын, яғни свежий болсын. Сонан кейін 1 жұмыртқамызды және де 3 ас қасық сұйық майды осылай ыдысымызға құятын боламыз. Енді кезекте барлығын толықтай араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін алдын ала дайындалған ұнымызды, яғни електен өткізілген ұнды осылай видеода көрсетілгендей аз-аздан қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Жұмсақ дегенде қатты жұмсақ болып кетпесін, орташа тығыздықта илейміз. Өздеріңіздің ұндарыңызға қарайсыздар. Қамырымызды орташа тығыздықта илесек, міндетті түрде булочкамыздың ортасы әдемі болып піседі. Қамырды толықтай илеп алып, үстіне осылай сұйық майды астына үстіне жақсылап жағып шығатын боламыз. Бетіне осындай целлофан немесе пищевой пленка салып, бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қалдырамыз. Менде шамамен 1,5 сағат өткеннен кейін қамырымыз осылай әдемі болып 2 есе 3 есе болып көтеріледі. Қараңыздар, осылай қолыңызға жабыспайтындай, тіптен ыдысыңызға да жабыспайтындай сондай әдемі қамыр шығады. Қамырымызды столымызға түсіріп, видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзынша етіп жасап аламыз. Және де көз мөлшерімен немесе весімен өлшеп, осындай кішкентай күлшелер жасаймыз. Мен де осылай көз мөлшерімен жасап шықтым. Міндетті түрде пергамент қағазды төсеңіздер. Осылай бір-біріне қатты жақындатпай, алшақ етіп орналастырып, бетіне целлофанды және шүберегімізді жауып, 15 минутқа кішкене көтеріп аламыз. Шамамен 15 минут өткеннен кейін осылай біздің қамырларымыз кішкене ғана көтеріледі. Целлофанды алып тастаймыз да, үстіне осылай 1 жұмыртқаны әдемілеп кесішкімен жағып шығамыз. Жиегіне, бетіне толықтай жағып шығыңыздар, сол кезде қызарып, әдемі болып шығады. Және де бетіне кунжут сепсеңіздер болады, ақ немесе қара. Мен осылай қара кунжут септім. 180 градуста 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Өте оңай жасалады. Тапсырысқа бергенше дәл осылай өзіңіз жасап, балаларыңызды қуантыңыздар. Мінекей біздің булочкамыз дайын болды. Қараңыздар, өте әдемі дөп-дөңгелек болып қызарып, әдемі болып шығады. Булочкамыз пісем дегенше мен гамбургерге салатын құрамдардың барлығын пісіріп дайындап қойдым. Мінекей бізде котлетіміз, өзіңізге қалаған сиыр етінен немесе тауық етінен қолдана берсеңіз болады. Одан кейін жасыл жапырағымыз, қияр, қызанақ және де гамбургерге арналған сырымыз. Ең бірінші осылай біз булочкамыздың қақ ортасынан видеода көріп тұрғандарыңыздай пышақпен кесіп аламыз. Ортасын қараңыздар, өте тығыз әрі жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде булочкаларыңызды толықтай суытып алыңыздар, ыстықтай кесуге болмайды. Булочкамыздың астыңғы бөлігіне өзіңіз қалаған соусты немесе қаймақ немесе майонез өзіңіз қалап жаға берсеңіз болады. Үстіне жасыл жапырағымызды, одан кейін қызанағымыз бен қиярымызды міндетті түрде осылай әдемілеп салатын боламыз. Дұрыстап сіздерге толық түсінікті болу үшін барлығын асықпай көрсетіп жатырмын. Одан кейін осы сиыр етінен жасалған котлетімізді саламыз және де осы котлеттің үстіне гамбургерге немесе чизбургерге арналған сырымызды салатын боламыз. Осылай әдемілеп үстіне салып жібереміз. Салмасын өзіңіз қалағандай етіп жасай берсеңіз болады. Нені жақсы көресіз? Мысалы, кейбір адамдар пияз, ащыны жақсы көреді. Өзіңіз қалағандай етіп жасай берсеңіз болады. Үстіңгі бөлігіне де осылай біз қаймағымызды жағып, шпажканы осылай әдемілеп тығыздап барлығын біріктіреміз. Осымен біздің гамбургеріміз дайын болды. Тағы да бір ескеретін жағдай, сіз котлетті пісіріп жатқан кезде үстіне сырды салып жіберсеңіздер де болады. Мен бірақ олай жасамаймын. Барлығын осылай жасап аламын да, ұсынар алдында микроволновкаға 2-3 минутқа қойып алсаңыз, сыры әдемі еріп, сыртындағы булочкасы қытырлап, өте дәмді болып шығады. Видеоның толық құрамын төменде описание бөліміне жазып қалдырамын. Егер менің каналым ұнаса, видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп алыңыз.